Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында осындай өте нәзік әрі дәмді болып шығатын пончиктер дайындайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші жылы сүтіміздің үстіне дрожжімізді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 10-15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Одан соң үстіне жұмыртқа, қант және сұйық майымызды қосып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Кейін ұнымызды осылай елеп отырып, басында венчиктің көмегімен араластырып, кейін жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады, оны бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Ашыған қамырымызды видеодағыдай етіп жайып аламыз. Қамырымызды осылай жайып болған соң, стаканның немесе кесенің көмегімен осылай бөліп аламыз. Одан соң біздің пончиктердің бетін 10-15 минутқа осылай майлықпен жауып қоямыз. Одан кейін осылай қатты қызған майымызда сол жоғары отта қып-қызыл етіп екі жағын аударып пісіріп аламыз. Біздің пончиктер осындай пышный болып шығады. Одан кейін өз қалауыңызша крем дайындайсыз. Менде бұл заварной крем. Жұмыртқаның үстіне қант және де ұнымызды қосып, венчиктің немесе миксердің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Одан кейін біздің массамызға жылы сүт қойып, тағы да араластырамыз. Сүтіміздің жартысын отқа қайнатып, одан соң біздің бағанағы массаны құйып отырып, венчикпен астына іліп кетпес үшін жақсылап араластырып отырамыз. Қамырымыз енді қоюланып бастағанда оттан түсіріп алып, үстіне сары май қосамыз. Сары майды қосып, біркелкі болғанша араластырғаннан кейін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Нәтижесінде бізде осындай өте нәзік әрі дәмді крем дайын болады. Одан соң біздің пончиктерді осылай қасықпен немесе басқа да пышақпен осылай шетін тесіп аламыз. Себебі бұл бізге крем құю үшін қажет болады. Мен біздің пончиктің ішіне кремді пищевой пакетпен және де осындай насадкамен құйып отырдым. Үстіне өз қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіз де болады. Біздің өте дәмді деген тіл үйіретін пончиктеріміз дайын. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде дайындап көріңіз. Ас болсын.